Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыз энергияның сақталуы және айналуы, күш моменті, дененің массалар центрі. Мақсаты: механикалық энергияның сақталу заңын есептер шығаруда қолдану, күш моменті ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру. Энергияның сақталу және айналуы. Тұйық жүйенің кез келген уақыттағы кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы механикалық энергия деп аталады. Е тең ЕК плюс ЕП. Сөйтіп, механикалық энергия дененің жылдамдығына да, орналасқан қалпына да байланысты өзгереді. Енді біз екі денеден тұратын жүйедегі энергиялардың түрленуін қарастырайық. Бұл жүйеде ауырлық күші мен серпімділік күштері ғана әрекет етсін. Бірде-бір сыртқы күш әрекет етпейтін болсын. Тысқарғы күштер мен әрекеттеспейтін денелердің идеал жүйесін тұйық жүйе деп атайды. Болат шар мен болат тақтадан тұратын тұйық жүйедегі механикалық энергияның түрленуін қарастырайық. Сурет 5-9. Шар H биіктікте қозғалмай тұрған кезде оның кинетикалық энергиясы нөлге тең. Сондықтан толық механикалық энергия тек потенциалдық энергиядан тұрады. Шар құлаған кезде оның потенциалдық энергиясы бірте-бірте кемейді, ал кинетикалық энергиясы керісінше арта береді. Себебі шар төмендеген сайын оның орналасуы биіктігі кемейді де потенциалдық энергиясы азаяды. Бірақ жылдамдығы арта түседі де шардың кинетикалық энергиясы өседі. Шар тақтаға соғылған кезде шар да тақта да деформацияланады, яғни сығылады. Сөйтіп, шардың кинетикалық энергиясы тұтасуымен сығылған серпімді шар мен тақтаның потенциалдық энергиясына айналады. Сығылған денелердің потенциалдық энергиясының өзгерісі есебінен жұмыс жасалып, шар қайтадан жоғары қарай серпіле қозғалады. Осылайша, дененің механикалық энергиясы тұйық жүйеде біресе кинетикалық энергияға, біресе потенциалдық энергияға ауысып отырады. Алайда, кинетикалық және потенциалдық энергиялардың қосындысы өзгермейді. Е тең ЕК плюс Е потенциал тең константа. Константа деген сөзіміздің мағынасы тұрақты. Тұйық жүйедегі энергиялардың түрленуі мен сақталуы механикалық энергия айналу және сақталу заңы деп аталады да былайша оқылады. Тұйық жүйенің механикалық энергиясы денелердің кез келген орналасу қалпында өзгеріссіз сақталады, алайда бір түрден екінші түрге айнала алады. Күш моменті, дененің массалар центрі. Айналатын денелер өндірісте де кең қолданылады, табиғатта да жетекші орын алады. Айналу өсі бір денелердің қозғалысын сипаттау үшін күш моменті деген ұғым енгізіледі. Бұл ұғымды түсіндіру үшін айналатын қарапайым дене, иіндікті, рычагты қарастырайық. Қозғалмайтын тіреудің немесе біліктің төңірегінде айнала алатын кез келген дене иіндік деп аталады. Төменде көрсетілген иіндікке А1 және В1 түзу сызықтары бойымен сыртқы F1 және F2 күштері әрекет етсін. Сурет 5-11. Мәселені күрделендірмеу үшін иіндіктің екі бөлігін ауырлық күштерін ескермейміз. Иіндіктің айналу өсі өтетін О нүктесін, 0 нүктесін тіреу нүктесі деп атайды. Айналу бөлігінен күш векторы орналасқан түзуге дейінгі ең қысқа қашықтықты күш иіні деп атайды. Суретте F1 күшінің иіні D1 0S, ал F2 күшінің иіні D2 0D болып табылады. О деп оқысақ та болады балдар. Денеге әрекет ететін күштің өз иініне көбейтіндісіне күш моменті деп аталады. М тең F көбейткен D. Мұндағы М күш моменті
F күш, D күш иіні. Күш моментінің бірлігі үшін иіні 1 метрге тең 1 ньютон күштің моменті алынады. Ол ньютон көбейтілген метр деп белгіленеді. Құрметті оқушылар, 152 және 156 беттегі сұрақтарға жауап жазып, WhatsApp арқылы жіберіңіздер. Сау болыңыздар.